қайырлы күн. Бүгін таңғы 8:30-да тағы да бір кезекті терапиямыз өтті. Терапия Шымкент қаласының 63 жастағы тұрғыны Гүлжамал ханыммен қорқыныш мәселесін өңдеуге арналды. Қорқыныштың түпкі себебі 3-4 жастағы анасының сезімдері, эмоциялары, әрекеттері арқылы туындаған болып шықты. Сезімнің артында тұрған сабақты алды, іште қалып қойған сезімді өзінің анасына көркем түрде жеткізді, және де өзінің алға қойған мақсатына жету үшін қажетті амал әрекеттерді түйсікте бекітті. Осылайша терапиямыз сәтті өтті. Қазір Гүлжамал ханымның жағдайы жақсы, іштей жеңілдік сезімін сезіне алды. Трансформациядан кейін Гүлжамал ханым өзінің ендігі зейнеткерлік өмірінде барлық уақытын өзінің ішкі жан дүниесінің рахатына арнағысы келетіндігін айтты. Өзінің туған туысқандарын аралап, жан қалауы бойынша рухани білім алуға, рухани кітаптар оқуға, ішкі жан дүниені байытып, дамытуға арнағысы келетіндігін жеткізді. Сіз де жан дүниеңізді мазалап жүрген бір мәселеңіз болса, хабарласыңыз. Дәл осындай керемет трансформацияны өткізіп, релакс күйді сезінуге сізге көмектесемін.